достар, мен осындай ертегі құрастырып келдім. Мен қысқаша мазмұнын айтып берейін. Ертеде қошқар мен серке орманда серуендеп келе жатыр екен. Bir кезде олар адасып қалған. Және де олар алыс жердегі жарықты көреді. Ол жаққа барып қараса, қасқырлар тамақ пісіріп жатыр екен. Сөйтіп серке қошқарға айтады: "Серке, қай жерге тығыламыз?" деді. Қошқар айтады: "Ағаштың төбесіне шығып алайық" деді. Екеуі шығып алды. Сөйтіп қошқар айтады: "Мен шыдамаймын, мен құлап бара жатырмын" деді. Сөйтіп серке айтады: "Шыда, құттай қалды" деді. Сөйтіп қошқар құлап кетеді де қасқырлардың ортасына түседі. Сөйтіп қасқырлар қорқып қашып кетеді. Сосын қошқар серкеге айтады: "Шыға бер досым, мен батылмын, қасқырларды қуып жібердім" деді. Сосын екеуі мәз болып орманнан шығып өз қораларына қайтты. Осындай ертегілерді Рамил құсап құрастырып алып келсеңіздер болады.